мамандыкка калай келдиңиз? Бұл мамандыққа мен өлеңге, өлең оқудың құштарлығына байланысты шығар. Өйткені маған өлең оқуға және балалармен жұмыс жасауға өте ұнайды. Соған байланысты шығар. Бір өлең оқып берсеңіз? Қазақ тілі, Байбота Серікбаевтың өлеңін оқысам. Сан дәуірден сарабдал асыл мұрам, сені қалай басқаға басындырам. Күмбірлеген үніне құлақ түрсем, құм астында көмілген ғасыр дұғам. Сенде қайсар халықтың азат күні, сенде ата бабаның азап мұны. Абай туған ғасырда әлем танып, байсалтақтың киелі қазақ тілі. Талай сұңқар ұшырдың сен тұғырдан, мұхтар тудың ғаламды тәнті қылған. Саған тілін тегізсе төбелестім, қалсам дағы таяқ жеп тәнті қолдан. Неліктен дәл ағылшын пәнін таңдадыңыз? Ағылшын тілін таңдаған себебім, қазіргі таңда ағылшын тілі енді халықаралық тілге жатады, және қай мемлекетке барсаңыз да, ондағы халық, тұрғылықты адамдар барлықтары ағылшын тілінде сөйлейді. Және ол біздер үшін, барлық жастар үшін ағылшын тілін үйренудің ең басты себебі ол халықтың тарихын, тұрмыс тіршілігін, әдет-ғұрпын, салт дәстүрін үйренуге өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Ну, в работе мне нравится креативность, проявление творчества, потому что у меня такая специальность, во-первых, сам предмет, который позволяет проявить себя в полной мере, то есть раскрыться, какие-то новые новинки, внедрить что-то. То есть сейчас предмет информатика вообще идет в новую ступень, и поэтому дети, во-первых, очень творческие, и сам предмет позволяет им в полной мере проявить себя, и мне позволяет увидеть возможности, как по-новому преподнести, как по-новому рассказать что-то, как поделиться, для того, чтобы вызывать интерес каждым уроком и мотивировать детей для дальнейшей учебы. Какие темы в ваших предметах вам больше всего нравятся и почему? Мне больше всего в 3 классе, когда я преподавала, больше всего нравилась тема story time, получается рассказы или сказки, можно сказать. Там были очень интересные, познавательные истории и сказки. А в 4 классах больше всего понравилась тема Journey into Space, это получается путешествие в космос. Это было очень интересно. What modern technology do you use in teaching? The technology has the ability to enhance relationships between children and the teachers. And we use computers, laptops, and other forms of technology. And they has been increasing at this time, pandemic time, COVID-19. And in that time, we use it also other platforms like Zoom, Kundelik KZ, WhatsApp, and Microsoft Teams. Мектеп әкімшілігіне қандай ұсыныстарыңыз бар? Мектеп әкімшілігінің ұсыныстары өте көп. Қазіргі жас мамандардың бағыты бойынша қазір заманауи бағыттарға көп көңіл бөлсе, жастарға бағыт ретінде әдіс тәсілдермен мұғалімдермен бірлесіп жұмыс жасаса, нұр үстіне нұр болатын еді. Өзім жас маман ретінде қазіргі информатик ретінде роботехника саласында көп дамытса деп ұсыныс жасар едім. Дене шынықтыру сабағына қандай көмек қажет, әкімшілікке қандай бір ұсыныстар айтар едіңіз осы сіздің сабағыңызға?
осы мектеп физкультура жағынан инвентаризацияны жақсылап өткізсе, жақсылап керек заттарды алып берсе, гимнастикадан, легкоатлетикадан, лыжадан сол заттарды алып берсе, ары қарай балаларға қызығушылық болады да, сабаққа келіп қатысып ойнаймын. Мамандығыңыздың жағымды жақтары. Енді ұстаздың міндеті балаларға оқу үйрету, білім беру, тәрбие беру, және бұл өте сауапты іс деп ойлаймын. Және бұл мамандық маған барлық қырынан ұнайды. Меня зовут Аргибаева Мирует, я являюсь учителем информатики начальных классов. В этой школе я уже работаю 3-й год. Как я к этому пришла? Вся моя семья является педагогами, и, наверное, видя все это с детства, я решила пойти по стопам своего дедушки. Очень радует, что ученики проявляют большой интерес к этому предмету, в частности, к факультативу основам программирования. Они открывают для себя что-то новое, активно участвуют на уроке. Также очень радостно, когда слышишь слова благодарности в свой адрес, это очень мотивирует.